Avtokөлік жарысы. Бұл гек жарнамасы. Формула 1. Men dayımın. Kettik. Bastanda. Jür. Жаңбыр басталды. Жарысты тоқтатыңдар. Oy jügür. Сол жерге жасырын. Біздің көліктер. Дайындалыңдар. Үлкен жарыс келе жатыр. Ура! Ура! Менің артымнан жүр. Осы жаққа. Жарайды әке. Sen tekrar süreceğime sen yolda ansın. Komandana sen artqa qarama. Жолда тез арт қарама. Ей, мен тұрып қалдым. Гей. Жар жарысына қош келдіңіздер. Командаларға бөлінейік. Стефи командасы. Даша командасы. Алекс командасы. Жарыс басталсын. Бастайық. Бүгін кім чемпион болатынын анықтайтын уақыт келді. Вау! Вау, бұл нағыз стратегиялық шеберлік. Келіңдер. Мен жақындап келемін. Грэк Майк, бір командасы. Стефи бірінші келді. Құттықтаймын. Ура, мен жеңдім. Біз екінші болдық. Жарысайық Даша. Екінші айналымды бастайық. Жеңейік келіңдер. Жүр. Жақсы қимылдар. Жүр. Кеттік. Соңғы айналым. Е. Соңғы айналым басталады. Тезірек жүр. Ура, мен жеңдім. Чемпионат финалына барайық. Бірақ оған дейін мен де бір командасымен жарысып көргім келеді. Тоқтаңдар, жігіттер, жарыс өте қарқынды болды, мен ашықтым. Мен де.
Men de aşıqdım. Mende bir oy var. Bu ne? Bu ne? Men banan alamın. Kel daşa tezrek tangda. Men apelsin alamın. Men alma alamın. Meni kütüngler. Көрсетілім уақыты келді. Гран-при чемпионаттың финалына қош келдіңіздер. Basayıq. Men şuşu buldum. Sende qanday da bir strategiya bormi, Alex? Ya mende strategiya var, және men jengdim. Marafonda vaqti keldi. Ura. Mening siylig'im qayda? Birinchi o'rin. Kulimdingiz. Bu safar Navaray. Wow. Kettik. Yeah. Wow, bu shundan keyin. Yeah. Dұрыс және Гран-при ойын жиынтығы керемет болды. Дайындалыңыздар. Bir командасының көліктерімен отбасылық көңілді уақыт. Мен өз командамды таңдадым. Енді сен таңда. Бірінші болып аяқтадым. Ура! Ура, мен жеңдім. Бұл Gravation жарнамасы. Ура! Мен бірінші болдым. Мен жеңімпазбын. Мына диноларға қарашы. Балалар, мына диноны Скорпиус Рекс сияқты үлкен қылайық. Менің диноларымның бәрі қайда? Олар бәрін тасталқан қылмай тұрып, мұны түзетуім керек. Мен осында тығыламын. Мынау Лафострофиус. Ол шамамен 200 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Бұл ең ерте етқоректі динозаврлардың бірі. Оның қазба қалдықтары Франциядан табылған. Қайту уақыты келді. Қазір сен әлдеқайда сүйкімдісің. Кеттік. Тағы 8 ғана қалды, иә. Динозаврлардың дауысын естіп тұрмын. Вау! Мынау Карнотавр.
Карнотаврдың үлкен мүйіздері болған. Ал тістеуге ыңғайлы бас сүйегі берік әрі жеңіл болған. Карнотавр қайтатын уақыт болды. Кеттік. Уху. Табатын тағы 7 дино қалды. Мынау Scorpius Rex. Ол, жақынырақ қарап көрейік. Бұл тарихта алғаш жасалған гибрид динозавр, әрі ол өздігінен көбейе алады. Бұл мутант. Ол 4 динозавр мен ағаш бақасының қоспасы. Өте жылдам, қауіпті, әрі құйрығында улы тікенектері бар. Мені көріп қоймаса екен. Қанен кері қайтайық тентек Scorpius Rex. Бұл бөлме өте қызық екен. Мына қабырғаға өрмелеп көрейік. Бұл не? Менің сиқырлы таяқшам қайда? Сиқырлы таяқшамды табуым керек. Оны таба алмай жатырмын. Ол Herrerasaurus. Бұл етқоректі динозавр, сондықтан абай болуым керек. Ұстап алдым. Әзір болды. Ақыры сен қайтадан ойыншықсың. Осында тұр, еш қайда кетпе. Мынау Prestosuchus. Prestosuchus қолдырауындарға туыстас болған. Оның күшті жақтарын ұстап тұратын ұзын әрі ірі басы болған. Ақыры, сен қайтадан ойыншық болдың. Тоқта, бірдеңе естіліп тұр. Барып көрейік. Мынау игуанодон, бұл қалған 3 диноның бірі. Игуанодон өсімдікпен қоректенеді. Ол 2 аяқпен де, 4 аяқпен де жүре алады. Жарайды, жаным, үйге қайтатын уақыт болды. Тағысын іздеуге кеттік. Вау, мынау супермаркет екен, арба алайық. Сиқырлы таяқшамды әзірге осында қоя тұрайын. Кеттік, сауда жасайық, банан алайық. О, шабдалы, мен шабдалыны жақсы көремін. Оу, бұл не? Бұл не болды? Естідің бе, меніңше ол дино, барып көрейік. Мынау Juanhanosaurus. Сені қайтадан ойыншыққа айналдыратын уақыт келді. Тоқта, менің сиқырлы таяқшам қайда? Бұл ерте кездегі ірі теропод динозаврлардың бірі болған. Ал қазба қалдықтары Қытайдан табылған. Менің сиқырлы таяғым қайда? Қайда ол? Қайда? Пияздар, естімей тұрсыңдар ма? Менің сиқырлы таяғым қайда? Ой, ұмытып кетіппін. Оны арбамда қалдырыппын. Міне, осы жерде, ақымақ. Сені динозавр ойыншығына айналдыратын уақыт келді. Қайтайық. Әйтеуір, енді осы жерде демаламын. Құдайым-ай. Ойпырмай. Бұл Саркозух. Саркозух өзендер мен көлдерде өмір сүрген алып ежелгі қолтырауын болған балықтарды. Тіпті динозаврларды да қармақ ұстауға арналған шамамен 100 тісі болған. Енді сені кері қайтаратын уақыт келді. Жүр, соңғысын алып келейік. Ол қайда? Құдайым-ай. Бұл тарбозавр.
Тарбозавр T-рекспен жақын туыс болған. Оның қазба қалдықтары Азиядан табылған. Ақыры, барлық динозаврлар жиналды. Сәлем. Сәлеметсіз бе? Картон кинотеатрына қош келдіңіздер. Мен және менің командам мұны жасадық. 1, 2, 3 билет өтінемін. Бұл $10 болады. Жоқ. Тек картон ғана. Ой, менде бір идея бар. Мен сурет салуды жақсы көремін. Ой, сенде талант бар екен. Рахмет. Үзіліс уақыты келді. Жаңа піскен пайдалы попкорн. Сәлеметсіз бе? Сәлем, бүгін не қалайсыз? Маған бір кішкентай попкорн өтінемін. Маған да. Ал мен үлкенін аламын. Менде біраз ақша бар. 1, 2, 3, 4, 5. 15. Ой, үлкен рахмет. Попкорн туралы қызықты дерек. Попкорн 5000 жылдан астам уақыт бұрын пайда болған. Жаңа Мексикада табылған. Ежелгі өркениеттер оны тағам және әшекей ретінде қолданған. Олар попкорннан жасалған гүл шоқтарын рәсімдерде киген. Рахмет. Оқасы жоқ. Сәлем. Сіздің билеттеріңіз. Жарайды. Жақсы. Менде де біреу бар. Жарайды. Сіздің бөлме нөміріңіз 5. Енді бара аласыз. Сіз 1 минут күтіңіз. Қандай? Өз тамағыңызды әкелуге рұқсат жоқ. Біздің картон кинотеатрында тек картон тағамға рұқсат етілген. Тәттілер сізге және тістеріңізге зиян. Кешіріңіз, мен мұны қайталамаймын. Енді бара аламын ба? Енді бара беріңіз. Ива, Элис, мені күтіңіздерші. Қыздар, неге мені күтпедіңдер? Кел, Даша, фильм басталғалы тұр. Кешіріңіз. Өтінемін, мен ештеңе көрмей тұрмын. Кинотеатрға өте биік шаш үлгісімен келуге болмайды. Бұл сіздің артыңызда отырған адамдарға көріністі жауып тастайды. Бұл картон әшекейі тым биік, мен көре алмай тұрмын. Оны сәл қысқартайық. Енді көрермендерге жақсырақ көрінеді. Жиіркенішті, картон тағамды жеуге болмайды. Элис, Даша, мен бұдан да жеуге жарамды нәрсе іздеймін. Жарайды. Жігіттер, менімен жүріңдер. Есік 5, есік 4. Есік нөмірі 3, есік нөмірі 2 және 1. Ой, мына картон өнеріне қараңыз. Маған және қыздарға жеңіл тағамдар таңдау уақыты келді. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Иісі керемет. Шынайы сияқты көрінеді. Қыздар қуанады. Меніңше, осы дұрыс сияқты. Динозавр сөзі грек тілінен аударғанда қорқынышты кесіртке дегенді білдіреді. Олар мезозой дәуірінде өмір сүрген. Ол триас, үра және бор кезеңдеріне бөлінеді. Бұл менің фильмім емес, жігіттер.
Көмектесіңіздер. Ой, жоқ менің тамағым. Бұл 4 нөмірі ме еді? Немесе 5 нөмірі ме? Иә, меніңше, бұл 6 еді. Роботтар шаңның түйіршігі сияқты кішкентай немесе көлік сияқты үлкен болуы мүмкін. Кейбір роботтар өз тәжірибелерінен үйрене алады. Бұл жасанды интеллект деп аталатын қабілет. Хе, бұл қандай фильм? Картон роботтар туралы фильм. Бұл менің фильмім емес. Маған дәретханаға бару керек. Мұны мен үшін ұстап тұр, мен қайтып келемін. Жарайды. Міне. Тезірек. Дәретханалар тек қысқа уақытқа баруға арналған. Түсіру немесе телефонмен ойнауға емес. Өтінемін, тезірек. Мен бірдеңе естідім. Лабубу атауы кейіпкердің ерекше тұлғасына сәйкес келетін қызықты. Және айтуға оңай фонетикалық дыбыс үшін таңдалды. Лабубу әйел кейіпкер. Ой, құдай-ай. Бұл қандай фильм? Бұл менің фильмім емес. Даша, бұл сен бе? Ева, сен осы уақыт бойы қайда болдың? Даша, сен сенбейсің, мен адасып кеттім және біздің бөлме нөмірімізді ұмытып қалдым. Ева, меніңше бұл есік 2 нөмір. Жарайды, жүрейік. Бұл біздің фильм емес, Даша. Иә, бұл фильм нәрестелер туралы. Даша, попкорныңды ал. Даша қайда? Ал, Ева. Олар қайда? Фильм аяқталды. Даша, меніңше біздің бөлме нөміріміз 5. Ой! Ева, Даша, сендер қайда болдыңдар? Фильм аяқталды. Бұл ұзақ әңгіме. Біз саған басқа күні айтып береміз. Жүрейік. Кинотеатрда жүгірмеңдер. Сәлем, менің картон балмұздақ дүкеніме қош келдіңіздер. Қыздар, картон балмұздақ алайық. Хәр, жоқ. Жоқ, рахмет, Даша, мен картон тағамдарының үлкен жанкүйері емеспін. Не аласыздар? Мынау және мынау. Фу, жаман. Мен саған айттым ғой, Даша картон тағамдары жеуге арналмаған.